Бір ғана алмадан дайын болатын алмалы пирог дайындайтын боламыз. Дәл осылай жұмсақ әрі көтеріліп піседі. Ол үшін бізге қажетті 4 жұмыртқа, 180 грамм қант қосып, жақсылап көпіргенше ағарғанша миксерлеп аламыз. Міне дәл осылай болу керек. Үстінен 130 грамм сұйық май, 200 грамм қаймақ қосып, және де бір миксерлеп аламыз. Үстінен 250 грамм ұнымызды және де 15 грамм қопсытқышымызды қосып, бір келкі теста болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Мінекей дайын қамырымызды осылай тексеріп аламыз. Қою болу керек. Және де кез келген осында насаткалы қалыптарыңызға тестаны салып, бір келкі етіп туралған алмаларымызды бетіне әсемдік үшін осылай тізіп шығатын боламыз. Міне пирогымыз дайын, 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Дәл осылай жұмсақ, нәзік күйде шығады. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.